Жақын болашақта жер бетінде тек бір ғана өлетін адам қалды, және ол өзін Немо ешкім деп атайды. Оның өмірінің соңғы күндерін планетаның өлмейтін тұрғындарының көңілін көтеру үшін реалити шоуда көрсетеді. Немоның өзі оның жасы 34-те екенін айтады және ойламаған жерден жас жігіттің денесінде оянады. Оның қасында әйелі Элиза жатыр. Ол айнадағы өзіне ойлана қарап тұрады да өзінің балаларын оятады. Немо суретті қабылдайды. Онда ол мүлде басқа отбасымен бірге. Ол өзінің ұлының атын ұмытып қалып, басқа жерден пайда болады. Енді оның әйелінің есімі Джин және ол Элизаға мүлде ұқсамайды. Немо күйзелістен зардап шегіп жұмысына бармайды. Оқиғаның дамуының тағы бірнеше нұсқасы бар, дегенмен олардың барлығы ертелі-кеш біздің кейіпкеріміздің қаза болуымен аяқталады. Шал Немо тағы да өзіне келеді және қолында шошқасы бар кербез репортер бірден ол туралы репортажды түсіреді. Психиатр ақыры өзінің өткен өмірін есіне алу үшін Немоны гипноздайды және сонда шал өзінің әңгімесін бастайды. Белгілі болғандай, балалар олар туылғаннан кейін оларды алдыда ненің күтіп тұрғанының бәрін біледі екен. Бірақ ең соңғы сәтте ұмытшақ періштелер саусақтарын кішкентайлардың ерніне қояды және олар барлығын ұмытады. Алайда періштелер қандай да бір себептермен Немоны өткізіп алған. Балақайдың өзіне әке мен ананы таңдауы қажет. Көптеген нұсқалардың ішінен ол әдемі сары шашты әйел мен мейірімді күлкісі бар ер адамды таңдайды. Немо бақытты, сүйіспеншілікке толы отбасында өседі және кәдімгі қарапайым бала секілді көрінеді. Осы сәтте Немо қарттың палатасына тілші кіріп, одан өзінің өмірінің егжей-тегжейлерімен бөлісуін өтінеді. Сөйтсе, енді адамдар өлмейтін болғандықтан олар енді махаббатпен айналыспайды екен. Қария өзінің аласапыран өткенімен көптеген романдарын еске алып күлімдейді. Немо өмір бойы кеңістік пен уақыт сұрақтарына қызығушылық танытты. Егер пюре мен соусты араластырсақ, оларды енді ажырата алмаймыз. Уақытты да кері қайтаруға болмайды. Сондықтан таңдау жасау өте қиын. Әсіресе егер әңгіме тәттілерге қатысты болса. Кішкентай Немо орындықтағы үш қыздың жанынан өсіп бар жатыр. Бұл Анна, Элиза және Джин. Олардың барлығы да біздің кейіпкерімізге тәтті жымияды және біз оның осы қыздардың кез келгеніне үйлене алатынын білеміз. Бірақ қалайша дұрыс таңдау жасауға болады? Сонда біз Немоның болашақтағы кез келген таңдаудың даму тарихын көре алатынын түсінеміз. Мысалы, бірде оның әкесінің кінәсінен жол апаты орын алды және кішкентай Немо оның алдын алуға тырысты, бірақ үлгермеді. Бала бассейнде жүзуден қатты қорқады. Өйткені болашақта ол өлейін деп қалған. Бір күні кішкентай Немо үйден алыс емес жердегі орманнан өзінің анасын байқап, оның соңынан ереді. Ол оның басқа еркекпен кездесіп жүргенін көреді. Бұл әлгі оған қатты ұнайтын Аннаның әкесі. Немоның ата-анасы ажырасуға шешім қабылдайды. Баланың алдында тағы да өте күрделі таңдау пайда болады. Ол кіммен қалады? Мүмкіндік деп аталатын вокзалда анасы пойызбен кетіп қалады, ал әкесі қалады. Немо анасын таңдап пойыздың артынан жүгіреді. Жағдайдың бірінде ол ұлының қолынан ұстап, оны өзімен алып үлгереді. Ал басқасында оның аяғынан кроссовкасы шешіліп кетеді және балақай анасының қолына жете алмайды. Сондықтан әкесінің қасында қалады. Осыған байланысты оның екі түрлі тағдыры болуы мүмкін. Демек, Немо пойызға үлгеріп, анасымен бірге өмір сүреді. Ол қиын жасөспірімге айналады. Үнемі анасын өзінің қорқынышты ойындарымен қорқытып, оның жаңа ер адамын жек көреді. Кешкі үстінде жігіт оған көп замай оның көлігін пойыз қағып кететінін айтады. Бірде Немо оқитын мектепке жаңа оқушы қыз келеді және бұл әлгі Анна. Олардың сыныптары жағажайға барады және Анна Немоға бірге шомылуды ұсынады. Алайда ол жүзе алмайды және мұны жасыру үшін Аннаны ақымақ деп атайды. Осының салдарынан қыз бірден оған деген қызығушылығын жоғалтады. Ер адам өмір бойы өзінің айтқан сөздері үшін өкінеді. Жылдар өтеді және ол Аннаны вокзалда кездестіреді. Кішігірім ыңғайсыз әңгімеден кейін олар тағы да айырылысады. Бірақ оқиғаның басқа да нұсқасы бар. Немо Аннаға жүзе алмайтынын мойындайды және қыз оның досына айналады. Олар бір-біріне ғашық болып қалады, өседі, үйленеді, екі баланы өсіріп, өте бақытты отбасына айналады. Немо телестудияда жұмыс жасайды. Ол өте табысты жүргізуші, бірақ бірде ол оқыс оқиғаға тап болады. Ер адам тізгінді ұстай алмай жартастан құлайды да өзенге батып кетеді. Тағы бір шындықта Немоның анасы Аннаның әкесімен қарым-қатынасын жалғастырады және бірде ер адам қызымен бірге олардың үйлеріне көшіп келеді. Енді олардың барлығы бірге тұрады. Немо мен Анна бір-біріне ғашық болып қалады, бірақ өздерінің сезімдерін ата-аналарынан жасырады. Олар мәңгілік бірге болатындарына сенімді. Алайда олардың ата-аналары ажырасқанда олардың барлық армандары құртылады.
Анна әкесімен бірге Нью-Йоркке қоныс аударады, ал Немо анасымен бірге қалады. Қыз сүйіктісінен әр жексенбі сайын оны маяктың қасында күтуін өтінеді. Олар қайта кездеспейінше. Аннаның кетісінен кейін жігіт тіпті көліктің астына түсуге тырысады. Немоның анасы Аннадан келген барлық хаттарды жыртып тастайды және олардың араларындағы байланыс үзіледі. Біздің кейіпкеріміз есейіп, ұзын шаш қояды да бассейнді тазалаушы болып жұмысқа орналасады. Ол әлі де Аннаны ұмыта алмай жатыр және оның суретін өзінде сақтайды. Бірде олар вокзалда кездеседі және бір-бірін өсіп бара жатқан тобырдың арасынан бірден таниды. Немо мен Анна құшақтасып, бірден төсекке құлайды. Анна Немоға өзінің нөмірін қалдырып, оған 2 күннен соң қоңырау шалуын өтінеді. Бірақ оның телефон нөмірі жазылған парақшаға жаңбыр тамшысы тамып кетеді және олар тағы да айырылысады. Немо үйсіз қаңғыбасқа айналып, олар сүйіктісі екеуі кездескісі келген маяктың алдындағы орындықта өмір сүреді. Өте көп уақыт өтеді және күндердің бірінде Анна бәрібір де Немоға келеді. Ал жалпы бұл тек оның қиялдары ғана болуы мүмкін. Сондай-ақ біз, егер Немо өзінің әкесімен бірге өмір сүруге қалғандағы тағдырын да білеміз. Ажырасудан кейін ер адам мүгедекке айналады және ұлы әкесіне қамқорлық танытуға мәжбүр болады. Ол ешкіммен достаспайды, сырт келбетіне қарамайды және үйден сирек шығады. Немоның тек 2 ойын сауығы бар: өзінің мотороллерінде құзғыту және Марсқа саяхат туралы фантастикалық әңгімелерді жазу. Бір күні Немо мектеп дискотекасына келеді де ол жерден Элизаны көреді. Ол оған ғашық көздерімен қарап тұр. Әлде бір жігітпен сөйлесіп болғаннан кейін қыз еденге құлайды да жылайды, ал сосын орнынан тұрып Немоға жақындайды және бұл жерден алып кетуін өтінеді. Көшеде ол тағы да жылайды. Біздің кейіпкерімізге көптеген былапыттарды айтады, бірақ ол бәрібір де оны сүйеді. Немо адамдар неліктен бір-бірлеріне ғашық болатынын түсінуге тырысады. Немо Элизаның үйіне келіп, оны басқа жігітпен бірге көреді. Ол бірден кері бұрылып, орман жолымен жоғары жылдамдықта құзғытады. Біздің кейіпкеріміз көздерін жұмып жол апатына тап болады. Ол аман қалады, бірақ өте ауыр жарақат алады да комаға тап болады. Сонда Немо Лизаны басқа жігітпен көрген сәтке оралады және кетіп қалудың орнына қызға деген өзінің сезімін мойындайды да оны сүйеді. Элиза басқа біреуді сүйетінін айтады және Немо қатты жабырқаулы. Сонда ол әкесіне онымен бірінші болып билеген қызға үйленетінін айтады. Немо тағы да мектеп дискотекасына барады. Ол Элизаны басқа жігіттің құшағында көреді және артынан көңіл күйі нашар қызды байқайды. Бұл Джин. Жігіт бірден оны биге шақырады және нәзік қана сүйеді. Дискотекадан кейін Немо Джинді өзінің скутерінде қыдыртады. Біздің кейіпкеріміз өзінің болашағын елестетеді. Джин оның әйелі болып, оған 2 ұл туып береді. Оның өз кәсібі болады: үлкен қара үйі, бассейн және қара кабриолеті. Барлығы дәл солай болады және міне, нағыз мінсіз өмір осы секілді. Дегенмен Немо бақытсыз, өйткені ол іш пыстырарлық әрі көңілсіз өмірді сүруде. Ал тағы Джинді мүлде жақсы көрмейді. Әйел мұны оның көзінен көреді және қатты зардап шегеді. Мұндай өмірден шаршап, Немо өзінің барлық шешімдерін тиынның көмегімен қабылдай бастайды. Осылайша ол қармақ сатып алуды шешеді. Пойыздың астына түспеуді, вокзалға келіп, белгісіз ер адамға өзін мистер Джонсон деп таныстыруды. Оны басқа адам деп қабылдайды. Отельге әкеліп, сағат 3-ке белгіленген маңызды кездесу жөнінде хабарлайды. Немо мистер Джонстың рөлін сомдайды және түр берместен ванна қабылдайды. Оның нөмірінде киллер пайда болады және бір оқтың көмегімен Немоны о дүниеге аттандырады. Содан кейін оны орманға көміп тастайды. Алайда шындықтың мүлде басқа да даму нұсқасы бар. Немо тағы да Элизаға деген сезімін мойындайды және оның бас тартуын естігесін бәрібір де ол үшін күресуді шешеді. Түптің түбінде қыз оның әйелі болуға келіседі, алайда олардың отбасылық өмірлері нәтиже бермейді. Элиза күйзелістен зардап шегеді және іс жүзінде үйден шықпайды. Немо олардың некелерін сақтап қалуға тырысып, әйеліне қолдау көрсетеді. Олардың ортақ балаларына қамқорлық танытады және отбасылық мерекелерді ұйымдастырады. Кейде Элиза өзіне келіп, тіпті балалармен бірге көңіл көтереді. Дегенмен Леззе қайтадан күйзеліске ерік береді. Өкіріп жылап, күйеуіне ашуланады. Немо өзінің әйеліне ешқалай көмектесе алмайтынын мойындайды. Ер адам қорқынышты түстерді көреді. Онда Элиза екеуі қарабайыр адамдары және оларға жабайы аю шабуылдайды. Алайда шынайы өмірде аю жоқ. Дегенмен әйел бәрібір зардап шегеді, ал оның қасында Немо да қиналады. Ауру әйелінің көңілін табу үшін ол тіпті өзінің көлігін өртеп жібереді. Алайда Элиза бұдан жеңілдемейді. Ол айғайлап жылайды да әлгі мектеп дискотекасындағы жігітке әлде ғашық екенін айтады. Ақырында өзі сүймеген еркектің қасында тұруға шыдай алмастан, ол
ол отбасын тастайды да үйден кетіп қалады. Элиза шаштараз болып жұмысқа орналасады және тіпті бірде қатты жақсы көретін ер адамын қабылдайды. Дегенмен ол оны тіпті танымайды да. Шындықтың тағы да бір нұсқасында үйлену тойынан кейін Элиза мен Немо бірден жол апатына ұшырайды және келіншек көз жұмады. Немо оның күлін Марсқа төккісі келеді және болашақта ол жаққа басқа туристермен бірге ғарыш кемесімен барады. Мұның шынайы әлемде болып жатыр ма, немесе Немо өзінің романдағы фантастикалық оқиғаны сипаттап жатыр ма екенін түсіну қиын. Қалай болғанда да, тіпті осында да жағдай әртүрлі болуы мүмкін. Ғарыш кемесі ұшу кезінде жарылып кетуі мүмкін және Немо Марсқа жете алмайды. Ал егер кеме Марсқа дейін ұшып бара алса, Немо оның жоғарғы қабатына Элизаның күлін төгеді және борттан Аннаны кездестіреді. Анна уақытты және онымен байланысты ғаламның кеңеюін зерттеумен айналысады. Алайда олардың танысулары ұзаққа созылмайды. Өйткені кеме метеоритке соғысып апатқа ұшырайды. Жағдайдың дамуының тағы да бір нұсқасында Немо телестудияда Аннаның күйеуі Питермен бірге жұмыс жасайды. Оның жұбайы апатқа ұшырап, көлігімен өзенге құлап кетеді. Немо өзінің шындықтарының бірінде мерт болғандай. Біздің кейіпкеріміз жүргізушісі бар көлікті қалай судан алып шыққанын көреді. Жерлеуден соң ол екеуі ара әлде бір байланысты сезініп, Аннамен сөйлесуге тырысады. Алайда әйел шошып кетеді де әңгімені жалғастырудан бас тартады. Тағы да бір шындық бар. Ол Немоның қиялына көбірек ұқсайды. Онда біздің кейіпкеріміз бірдей киініп алған адамдардың өте оғаш қаласынан пайда болады және өзінің анасын табуға тырысады. Соның салдарынан жындыханаға тап болады. Болжау пешенесінен ол Немо кет деген жазуды тауып алады және қала көшелерінің бойымен жүгіреді. Көптеген бағдарлар біздің кейіпкерімізді көне тастанды үйге әкеледі. Іштен ер адам шаңға оралған дискін тауып алады және видеоны қосады. Оны ол болашақтан өзіне жазған. Қарт Немо жас Немоға бұл шындықта оның жоқ екенін айтады. Оның ата-аналарының кездеспеулері мүмкін еді. Оның әкесі шанада сырғанап жүріп 5 жасында қайтыс болуы мүмкін. Немесе ұрпақсыз болып шығуы мүмкін. Ал мүмкін 1000 жыл бұрын оның ата-бабаларының бірі қайтыс болған болар. Біздің кейіпкеріміз үйден шошып шығады да тағы да дәрігерлердің қолына тап болады. Біз тағы да қарт Немоны көреміз. Тілші бұл өмірлердің қайсы бірі рас екенін түсінуге тырысады және қарт жауабына оның барлық өмірі шынайы әрі дұрыс болғанын айтады. Бұған қоса Немо тілшіге айналадағының бәрі әншейін вокзалдағы 9 жасар баланың қиялының жемісі екенін айтады. Кішкентай Немо өз өмірінің дамуының барлық нұсқаларын зерттеген. Оның кіммен қалуы керек екенін түсіну үшін. Әкесімен бе, әлде анасымен бе? Балақай бұл өмірлердің ешқайсысы оны бақытқа әкелмейтінін түсінеді және ақыры өз таңдауын жасайды. Немо вокзалдан әрі қарай жүгіреді. Анасынан да, әкесінен де алысыраққа және осылайша оның жаңа өмір нұсқасы пайда болады. Қарт Немо оны күші тастап бар жатқанын сезінеді. Ол қартаюдан қайтыс болады және өмірінің соңғы сәттерінде Аннаның оған келгенін есіне алады. Олар қуаныштан жылайды және бұдан былай ешқашан айырылыспауға уәде береді. Шал өзінің соңғы сөзін дыбыстайды. Анна. 2092 жылдың 12 ақпанында мистер Немо ешкім мерт болады және сөзбе-сөз айтқанда осы сәттен бастап уақыт кері қарай айнала бастайды. Шал көзін ашады да қуана мысқылдайды. Оның өмірінің барлық нұсқалары артқа айналады және міне ол тағы да өзінің сүйікті анасымен бірге. Мүмкін оның өмірінің дәл осы нұсқасы шынайы болған болар. Өзімнің де басым ауырып кетті. Видеоға лайк басуды ұмытпаңыз, өйткені мен сіздер үшін тіпті ең шатасқан фильмдерді де көруге дайынмын. Сондай-ақ арнаға жазылып қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін бұл бірнеше секунд, ал мен үшін 100 000 жазылушыға бастап барар үлкен қадам. Тезірек 100 000-ға жеткізіп тастайық. Көріскенше.